Сәлем достар, қайырлы таң. Мен енді тәуешкі белгісіндегі адамдарға арналған болжамымды ұсынамын. Жалпы бұл видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін, себебі барлық адамдарда өте көп өзгеріс болады. Ол өзгерістер затмениеге байланысты, черная луна және ретроградқа байланысты адамдарда аяқ асты өзгерістер болады. Сол себепті видеомды соңына дейін көріңіздер және ұнап жатса комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. 1 апрель, 1 сәуір күні жаңа ай туады. Ол 4-ші домға келіп тұр. Жалпы 4-ші дом біздің тұратын жерімізді, отбасымызды, ата-анамызды, жалпы отанымызды білдіреді. Мүмкін сіздерде сатып алу процесі болады. Жаңа үйге көшулеріңіз ықтимал. Немесе көптен командировкада жүрсеңіз, үйге ораласыздар. Отбасыға жаңа адам қосылады. Сіздерге қонаққа келеді. Жылжымайтын мүлікке байланысты сұрақтарды шешетін боласыз. 5 сәуір күні Марс пен Сатурн бірге келеді. Екеуі де өте агрессивті, негативті планеталар. Жалпы Марс планетасы алға жылжитын планета, өте белсенді планета, ал Сатурн артқа адамды тартатын планета болғандықтан екеуі бір-біріне қарама-қарсы келіп тұр. Сол себептен жарақат алу немесе конфликт жағдай болуы ықтимал. Сақ болыңыздар. Ал бұл сіздерге 2-ші домға келіп тұр екен. 2-ші дом жалпы ресурсқа, еңбек ақыға, денсаулыққа жауап береді. Мүмкін жұмысыңызды, жобаңызды аяқтап ақшалауларыңыз мүмкін. Егер клиенттермен жұмыс жасасаңыздар, клиентпен ренжісіп қалмаңыз. Жұмыс берушімен конфликт болуы ықтимал. Ақшаға байланысты тәуекелге бармаңыздар. Ал 6 сәуір күні Венера өзінің белгісін өзгертіп 3-ші домға келіп тұр екен. Ал бізде 3-ші дом адамдармен байланысты білдіреді. Танысқан адам сізге пайдалы болады. Емтиханды осы уақытта оңай тапсырасыздар. Жалпы 3-ші дом әрі туысқандарды білдіреді. Жалпы келіссөз жүргізуге, біреумен келісуге өте қолайлы кезең. Туысқандармен кездесесіз. Венера енді әйел адамның планетасы болғандықтан, әйел туысқандарыңызбен кездесуіңіз мүмкін. Ал 9 мен 12 сәуір аралығында Юпитер мен Нептун бірге келеді, ол 3-ші домда кездеседі. Егер жұмыстан шыққыңыз келеді, жалпы 3-ші дом әрі жолды білдіреді. Жарысқа, жолға шығасыздар. 3-ші дом әрі шығармашылық жұмыстарға да байланысты. Жалпы егер жұмысыңыз шығармашылықпен байланысты болса, барлығы сәтті болады деген сөз. Мүмкін сіздер жарысқа, жолға шығасыздар. Туыстарыңыз, сіздер тыңдаушыларыңыз көбейеді. 3-ші дом әрі көршілерді білдіреді. Жаңадан көрші пайда болуы мүмкін. 3-ші дом машинаны білдіргендіктен машина сатып алуларыңыз ықтимал. Көшуге құжаттар жинайтын боласыздар. Ал 12 сәуір күні Меркурий өзінің белгісін өзгертіп 5-ші домға келіп тұр. Ал бізде 5-ші дом балаға, махаббатқа, қуанышты жаңалыққа білдіреді. Мүмкін өз жұмысыңызға деген махаббат, балаға деген махаббат, немесе жұбайыңызға деген махаббат, қуанышты жаңалықтар болады. Ал Меркурий жалпы жаңалықтың, ақпараттың, идеяның планетасы. Мүмкін сіздің жолдасыңызда өте жақсы жаңалық айтуы мүмкін. Танысу, кездесу болады. Жалпы 15 сәуір күні черная луна 7-ші домға келіп тұр екен. Ол 9 ай бойы осы 7-ші секторда, 7-ші домда болады. Ал черная луна жалпы қорқынышты, негативті энергияны білдіреді. Жалпы 7-ші дом қарым-қатынасқа, атақты болуға, серіктестікке,
некеге, ажырасуды білдіреді. Мүмкін кейбір адамдар сіздермен сөйлеспей қою, мүмкін 9 ай бойы араласпай қою, мүмкін аяқ астынан. Немесе сіз жолдасыңызға, жұбайыңызға ренжіп қалуыңыз мүмкін. Енді 7-ші дом әрі клиенттерді білдіреді. Мүмкін клиенттермен түсінбеушілік болуы ықтимал. Дәл осындай жағдайлар сіздерде соңғы рет 2013 жылдың маусым айынан 2014 жылдың наурыз айына дейін келген. Жалпы осы кезде қандай оқиға болды? Басқа адамдармен ара қатынасыңыз қандай болды? Жұмыс берушілермен, мекемемен, жұмыс беруші организациялармен қандай қарым-қатынас болды? Сондай жағдай, соған ұқсас жағдай сіздерде орын алады. Соны ойланып көріңіздер. 16 сәуір күні Марс 3-ші домға келіп тұр екен. Жалпы Марс өте белсенді планета. Басқа үйге көшу, әрекет етесіздер. Басқа үйге көшесіздер, енді әрекет етесіздер, үйлеріңізде ремонт болуы мүмкін. Немесе командировкаға баруларыңыз ықтимал. Немесе оқуға барасыздар. Ал 16 сәуір күні ай толады. Айдың толуы 10-ші домға келіп тұр екен. Жалпы 10-ші дом статусқа, карьераға, жұмысқа, өмірдегі мақсаттарға жауап береді. Жұмысыңызда өсу болуы мүмкін. Некеге тұру, немесе балалы. Статус дегеніміз, мысалы сіз некеге тұрасыз, немесе сіз балаңыз болмаса балалы боласыз. Бала көтерулеріңіз ықтимал. Немесе жұмыстан шығу деген сияқты бір оқиғалар орын алғалы тұр. Ал 21 сәуір күні Солнце 5-ші домға келіп тұр екен. Жалпы 5-ші дом қуаныштың, баланың секторы. Бұл жерде де Уран планетасы бар екен. Аяқ астынан сіздерге қуанышты жаңалық естейсіздер. Өздеріңізде жақсы қуанатын жаңалық болады. Ал 29 сәуір күні Плутон кері бағытта айналады 6 ай бойы. Жалпы Плутон үлкен өзгерістердің планетасы. Жалпы бұл өзгерістерді 17-ші, 18-ші, 19-ші қаңтар аралығында туылған адамдар көбірек сезінетін болады. Плутон жалпы енді барлық адамға өмірге сынақ беруі мүмкін. Көшіп қонып жүруге мәжбүр болатын жағдай болуы мүмкін. Егер ауырсаңыз, дереу дәрігерге көріну керек. Жалпы ақшаға байланысты да өзгерістер болады. Немесе бір істі, бір жобаны, бір проектті, бір жұмысты бастауға бекінесіз, бірақ ол қазан айына дейін кейінге шегеріле беретін болады. Ал 30 сәуір күні солнечный затмение болады, ол тағы да 5-ші домға келіп тұр екен. 5-ші дом балаға, қуанышты жаңалыққа, шығармашылық жұмысқа, өзіңіздің кәсібіңізге жауап береді. Мүмкін сіздер бала көтересіздер, немесе бала босануларыңыз ықтимал. Өзіңіз күтпеген шығармашылық табыстар болады. Егер бала көтергіңіз келсе, дәстүрлі емес жолмен бала көтеруге болады. Мысалы, эко арқылы. Жалпы бала көтеруге үлкен мүмкіндіктеріңіз бар. Үлкен балаңыз болса, сізді жақсы жаңалығымен қуантады. Егер өзіңіздің кәсібіңіз болса, ол жерде де өзгерістер болғалы тұр. Жаңа махаббат пайда болады. Жалпы 30 сәуірден 16 мамырға дейін коридор затмения деп аталады. Себебі 30 сәуір күні солнечный затмение болса, 16 мамыр күні лунный затмение болады. Осы екі аралықты коридор затмения деп аталады. Жалпы 16 мамырдағы лунный затмение 11-ші домға келіп тұр екен. Ол достарыңызға, әлеуметтік желіге жауап береді. Жалпы 30 сәуір мен 16
мамыр аралығына дейін ешқандай шешім қабылдамауға тырысу керек. Егер бір шешім қабылдайтын жағдай болатын болса, 16 мамырдан кейін қабылдау керек. Содан кейін операция жасату керек. Содан 16 мамырдан кейін бір кездесулерді, маңызды кездесулерді 16 мамырдан кейін ұйымдастырсаңыздар болады. Енді менің жасаған болжамым ұнап жатса, менің каналыма жазылып, комментарий қалдыруды және видеомды соңына дейін көруді ұсынамын. Жақсы, сіздерге рахмет, сау болыңыздар, бай-бақуатты болыңыздар.